Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде қазақ тілі пәні бойынша 3-ші сыныптың 77-ші сабағы. Тақырыбы зат есімнің тәуелденуі. Бізге берілген тапсырма бойынша 44-ші тапсырмада сурет бойынша әңгіме құра. Бұл суретте бізге 3 түрлі сурет берілген. Әңгімеде тәуелдеулі және туынды зат есімдерді пайдалан. Біздің ауылдың адамдары өнерпаз. Қамажай апа мен Гүлжан текемет жасап, ою-өрнекті әдемі салады. Әмина болса кілем тоқуды үйреніп жүр. Азамат ағаштардан түрлі ыдыстар жасайды. Біздің ауылдан осындай заттар шығады. Міне балалар, біздің құрастырған әңгімеміз. Келесі тапсырма, 45-ші тапсырма, мәтінді тиісті таңыс белгілерін қойып көшіріп жаз. Ақши Әминаның ауылда ши өседі. Әмина бір бума ши әкелді. Шешесі одан ши тоқу өнер. Тәуелдік жалғыз зат есімдердің астынсыз. Ақши Әминаның ауылда ши өседі. Әмина бір бума ши әкелді. Шешесі одан ши тоқыды. Ши тоқу өнер. Балалар дұрысын өстіп жазып аламыз, тыныс белгілерін қойып. Келесі тапсырма, 46-ші тапсырма. Сызбадағы ши түрлерін дерексіз көздерден біліп ал. Ши, ақши, орауы ши, шым ши болып үшке бөлінеді. Ши ұлттық үй жиһазы. Оны ақши, орауы ши, шым ши деп аталатын түрлері бар. Ақши арнаулы ши өсімдігінен қабығы ашылып тоқылады. Орауы шиді ақшидің сыртына түрлі түсті бояған жүн орап өрнектеп тоқиды. Шиді ораудың арнаулы өрнегі үлгілері бар. Орауы ши де ақши де керегенің сыртынан туырлықтың ішінен ұсталады. Ас суға сақтауға арналып тоқылған ораулы өреші ши адалбақанды қоршай үйдің ішінен ұсталады. Орауы ши кезінде бағалы жиһаздардың бірі саналған. Келесі, қазақтың ұлттық қолөнерінің ерекше бір түрі шым ши тоқу. Шым ши тоқуда негізінен оюдың композициялық құрылыстың маңызы ерекше. Бұл саладағы қазақ шеберлерінің қолданылып жүрген қазіргі барлық ою түрлері композициялық жағынан жекелеген және тұтас ою, бір бетке ұзындық ою, екі жақты ұзындық ою болып бөлінеді. Осымен сабағымыз аяқталды балалар, сау болыңдар.